Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге крем-чиз қосылған хош иісті, өте дәмді морковный кукис печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен начинкасын дайындауға кірісеміз. Творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлеп аламыз. Содан кейін кондитерский мешокқа салып, силиконды пергаментке жайғастырып шығамыз. Морозильникке 30 минутқа қатыруға жібереміз. Ендігі кезекте тестасын дайындауға кірісеміз. Сәбіздерімізді теркадан өткізіп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай суынан сығып аламыз. Ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Ақ қант пен қоңыр қант және де ванильный сахарымызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бір жұмыртқа мен бір жұмыртқаның сары уызын салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де тұз бен дәмдеуіштерімізді саламыз. Корица, имбир және де мускатный орехты салып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. ұн мен разрыхлителімізді салып, қамырымызды илейміз. Сәбіз бен жаңғақ дәндерін салып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Тестаның салмағы менде жалпы 650 грамм шықты. Соны 65 граммнан 10 бөлікке бөліп алдым. Мінекей начинкаларымызды осылай қатырып алдық. Енді печеньемізді жинауға кірісеміз. 65 граммнан тестамызды бөліп алып, ортасына начинкамызды салып, осылай дөңгелектеп шығамыз. Қамырларыңыз тым жабысқақ болып, жұмыс жасауға ыңғайсыз болса, қолдарыңызды ұнға малып алып, печеньелерді дөңгелектеп шықсаңыз болады. 190 градус алдын ала қызған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Хош иісті, жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.